Сәлем қыздар, бүгінгі видеода қызымның үстіндегі водолазканы тігіп көрсететін боламын. Ұнап жатса лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал тігінді бастаймыз. Мында менде дайын суреті тұр. Қызымның свитерін қолданамын, водолазкасын осыдан пішіп ала саламыз. Айтқандай, каналдағы белсенділік үшін рахмет. Бізде уже оқырмандар саны 2500-ге жетті. Міне менде қараңыздар, алды мен артын бірден кесіп алу үшін осылай екі қабаттадым. Егер сіздерге қиын болып жатса, бірден алдын, одан кейін артын тіксеңіздер болады. Міне бізде алды мен арты дайын. Міне. Қазір былай көрсетейін. Мінекей. Мына бізде арты болса, мынау алды. Мынау алды. Енді бізде алдында всегда мойны ойыңқы болады. Мойын кесіп аламыз дұрыстап. Так, енді қолын тігетін боламыз. Міне, алдын осылай қойып қояйын. Так. Мына біздің артымыз, Енді қолын біріктіретіндей қылып бір-біріне жақындатыңыз. Міне. Тігіске кететіні бар. Міне осылай жақындатып алыңыз бір-біріне. Міне мынау біздің қолымыз ғой. Осының ұзындығымен аламыз. Мына видеоны жақындатайын шамалы. Так. Қыздар қолын кескен кезде қараңыздар қалай кесетін боламыз. Міне. Дәл осылай суретін салып алыңыз. Міне қолы осылай түсетін болады. Ұзындығы енді қалағаныңызша. Мен өзінің водолазкасын қолын ұзындығымен бірдей қыламын. Так, мінекей, екі қолы да дайын болды. Бір қолы, екінші қолы. Енді тігуге кірісеміз. Қыздар, мінекей көріп тұрғандарыңыздай өзінің водолазкасынан шамалы үлкендеу алып жатырмын, Өйткені водолазкасы өзіне ровно тұрады. Мен өзіне шамалы үлкендеу алып жатырмын. Өзімнің басқа да видеоларында айтып кеткенде ең әуелі екі иығын біріктіріп аламыз. Бұл жолы бірден енді оверлокқа салып отырыңыздар, қыздар. Трикотажды желательно оверлокқа салып отырған дұрыс. Бірден екі иығын қосқаннан кейін мойнын оверлокқа салып алғым келіп тұр. Суреттегідей шығу үшін міндетті түрде мен
мынандай чыгуу үчүн настройканы жасап алдым. Бурайдын жерлерин бәрин бурап, сиздер де унутпай бурап алыңыздар. Так, кыздар, мойны дайын, аягы дайын. Енді бізде міне мойны былай болады. Оңынан қараған кезде. Енді бізде қолын біріктіріп шығу керек, е? Трикотажбен жұмыс жасаған кезде қыздар міндетті түрде инелеріңізбен фиксация жасап алыңыздар, өйткені бұл қатты созылып кетеді. Дұрыс шықпай қалуы мүмкін. Мындай инелермен міндетті түрде қыстырып алыңыздар. Міне тіккен кезде уже бұл әдемі қол болып шыға келеді. Қыстырып тігіп аламыз. Қыздар, менеке екі қолында тігіп болдым. Енді жан тігістерін біріктіру керек. Ол үшін ең әуелі оверлокқа салып алыңыздар. Сіздер ерінбесеңіздер, ішкі тігістерін оверлоктың ақ жібіне салып алыңыздар. Ал тек мынандай краясын ғана қарамен жасасаңыздар болады. Немесе вообще барлығын ақпен жасасаңдар да болады. Мен ерініп ішінде тігісін оверлокты қара жібімен, краясын тоже қарамен тігіп жатым. Қарамен тігіп жатым, потому что қара сердечкілері бар. Мінекей почти бізде уже шамалы минуттық қана жұмыс қалды. Біріктіріп шығу керек. Мінекей бірден оверлокқа салып алдым. Енді бұлай біріктіріп шығамын. Үстіңгі матам, астыңғы матамнан жылжып кетпеу үшін міндетті түрде көмекке менің булавкілерім келеді. Так, мінекей қыздар дайын болды. Тек қолын, етегін, мойнына ұқсап оверлокқа салып шықсақ болды. Қараңыздар, бізде қандай сұлулық пайда болды. Дәл осы тәсілмен өздеріңізге де тігіп аласыздар. Қыздар, кофточкамыз дайын болды. Бірден қызыма киіп көрсетіп жатырмын. Рукавасы, мойны, етегі. Погоди, вот так, ножка. Қызым мен ұрсайын деп тұр. Так, все. Келесіде қандай видео көрсетейін, не тігіп көрсетейін, комментарийға жазып кетсеңіздер болады.